Құрметті достар, бүгін біз лаваш қамырын және донер, яғни лаваштан донер жасайтын боламыз. Қараңыздар, бізге керекті заттар: сұйық май, ыстық су, тұз және ұн. Ыстық суымыз ыстық болу қажет. Тұзымызды жақсылап араластырамыз. Тұзымызды жақсылап ерігенше араластырамыз. Осыған сұйық майды құйып, ұнымызды аз-аздан салып, қасықпен араластырамыз. Өйткені суымыз ыстық. Біріншіге қасықпен араластырамыз, кейін қолмен илейтін боламыз. Міне аз-аздан салып, қасықпен араластырамыз. Осылай қолмен илеп аламыз қамырымызды. Қамырымыз дайын, бетін жарты сағатқа жауып қоямыз. Құрметті достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналыма жазылып тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ішіне салмасына дайындайтынымыз: сәбіз салаты, тауықтың төс еті, фри картошкадан және помидор, кетчуп, майонез. Тауықтың етін жұқалап осылай турап аламыз, жіңішке етіп. Қараңыздар, міне жіңішкелігі қандай. Жіңішке етіп осылай турап аламыз. Енді осыларымызды отқа қыздырып пісіреміз. Бірінші фриімізді пісіреміз орташа отқа. Майдағы картоплымызды турап, тверкадан өткізіп, осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Салмасын өздеріңіз түрлі қылып жасасаңыздар болады, донердің. Міне қараңыздар, уже фриіміз қызарып, дайын болып қалды. Орташа отта пісіреміз, өйткені қатты отта тез пісіп, шикі болып қалуы мүмкін картоплымыз. Фриіміз дайын. Енді төс етімізді майын аздау құйып, осыған қызарғанша қуырып аламыз. Қамырымыздың июі қандай, осылай жіңішке етіп созып, бірнеше бөлікке бөліп, дөңгелектеп, жұқа мөлдір қылып жайып аламыз. Жұқа мөлдір болу қажет. Қараңыздар, өте жұқа қамырымыз. Тапамызды орташа отқа қыздырып, екі бетін аунатып, қызартып, пісіріп аламыз. Өте оңай, үйде жасап көрсеңіздер болады. Осылай екі бетін аударып пісіреміз. Қамырымыз дайын, енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Бірінші кетчуп, майонезімізді қамырымызға сеуіп аламыз. Осылай арасын ашып сеуіп аламыз. Енді сәбіз салатымызды саламыз. Фриімізді саламыз. Мен бұл жерде аз-аздан салып жатырмын. Егер мол қылып салсаңыздар да болады, өз қалауларыңызға байланысты. Помидорымызды осылай қызанағымызды жіңішке етіп турап, дәл осылай бөліп саламыз. Енді төс етімізді саламыз. Қараңыздар, қандай әдемі қызарып піскен. Енді осы дайын болған лавашымызды орап дайындаймыз.
Құрметті достар, лавашымыз дайын. Көріп тұрсыздар, өте дәмді, керемет шықты.